Көп адамдар ішімдік қойылған тойларға баруға бола ма дейді. Әрине болмайды. Бірақ оның екінші қыры бар. Ол ағайын туыспен байланыс үзбеу. Ислам діні ағайын туыспен байланыс үзбеуді қатаң ескертеді. Құран-ы Кәрімде 10-нан астам аят бар. Алладан қорқыңдар, ағайын туыспен байланысты үзуден сақ болыңдар. Ағайын туыспен байланыс үзбеуді Алла бұйырған. Кім оны үзетін болса, олар зиянда, басқа аятта оларға лағнет болсын деген секілді өте ауыр аяттар бар. Хадиша анамыз радиаллаху анха, пайғамбарымыз алғашқы уахи келген кезде Алла сені тастап қоймайды, өйткені сен ағайын туысыңмен байланысыңды үзбегенсің деген болатын. Сол секілді пайғамбарымыз жәннатқа ағайын туыспен байланыс үзген адам кірмейді дейді. Өміріңе береке қаласаң, өмірің ұзақ болсын десең, ағайын туысыңмен байланысыңды үзбе дейді. Басқа хадисте мына дүниеде де ақиретте де жазасы берілетін күнә ол қатияту рахим, ағайын туыспен байланысты үзу. Сондықтан өте көп Құран аяттары мен хадистері келген бұл маңызды мәселені біз бірінші орынға қоюымыз керек. Кез келген жағдайда ағайын туыспен байланысты үзбеуіміз керек. Қазіргі таңда өткен ағайын туыспен байланысты орнатудың бірден бір жолы олардың қуанышына ортақтасу. Қазіргі таңда ондай бір көп ішімдік ішілмейді. Тіпті сен отырған жерде ішімдік болмайды, тіпті жалпы көрмейсің де, аты ғана ішімдік қойылады деген. Сондықтан, құрметті бауырлар, тақуалықтың орны бар. Исламда маңызды, өте маңызды, аса маңызды нәрселерді бірінші орынға қойық, сол кезде көп мәселе шешілетін болады.